Математикалық сауаттылықтан келген тізбекке байланысты мына бір есепті шығарайық. Тізбекте 6 жұп санының қосындысы 174 болса, олардың соңғы үшеуінің қосындысын табыңыз. Яғни бізге 6 жұп сан қосындысын сұрап тұр. Жұп сан дегеніміз ол 2-ге бөлінетін сандар. Енді теңдеуді былай құрамыз. Бірінші x қосу x плюс 2 плюс x плюс 4 x плюс 6 x плюс 8 плюс x плюс 10. Яғни 6 жұп санның қосындысы 174-ке тең. Енді x-тарды жинастырайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x тең болады. 174-ті жазамыз. Сандардың барлығын қосып, теңдеудің екінші жағына жібереміз. 2-ге 4-ті қоссақ 6, 6-ға 6-на 12, 12-ге 8-ді қоссақ 20, 20-ға 10-ды қоссақ 30. 6x тең болады. 174-тен 30 алсақ 144. X-ті табатын болсақ 144-ті бөлеміз 6-ға, x тең болады 24-ке. Яғни біздің бастапқы санымыз 24 екен. Сонда 24, 26, 28, 30, 32, 34. Осы соңғы үш санның қосындысын сұрап тұр бізден. 30 қосу 32 қосу 34. 6, 9. Жауабы 96.